Баршаңызға сәлем. Бүгін тез және оңай жасалатын салат дайындаймыз. Видеоға лайк басып, жаңадан іздеп жібермесін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Піскен қызылшамызды үгіткіштен өткізіп, тарелкамызға салып, тегістеп, бетіне майонез жағамыз. Дәміне қарай тұз салуларыңызға болады. Менде майонезде тұз болғандықтан мен тұз қосқан жоқпын. Піскен картошкамызды үгіткіштен өткізіп, салатымыздың бетіне салып, тегістеп шығамыз. Бетіне майонезімізді жағып шығамыз. Черносливімізді ұзын-ұзын қып турап алып, бетіне саламыз. Піскен сәбізімізді үгіткіштен өткізіп, салатымыздың бетіне салып, тегістеп, бетіне майонез жағып аламыз. Жұмыртқамызды үгіткіштен өткізіп, салып шығамыз. Бетіне майонез жағып, тегістейміз. Салаттың толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Салатымыз өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, жаңадан іздеп жібермесін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.